Юнус сүресінің 10-шы аятына келіп тоқтағанбыз. Алла тағала айтады: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين дейді. Яғни олардың жәннеттағы жасайтын дұғалары: ей Тәңіріміз, өзіңді ардақтаймыз деу. Ал ол жерде өзара амандасулары бір-бірлеріне ассаламу алейкум деп тыныштық тілеу. Тілектерінің соңы болса, бүкіл әлемдер Раббысы Аллаға мадақ, алғыс айту дейді. Қараңызшы, сол үшін де біздің дінімізде тәсбихқа өте көп көңіл аударылған. Аллах субханаху ва тағалаға ең сүйікті, таразға ең ауыр сөз субханакаллаху ва бихамдик, субханаллахи азим, субханаллахи бихамди, субханаллахи азим деген сөзді. Субханаллаға, тәсбих айтуға өте көп көңіл аударылғандығын көреміз. Ал біз момын мұсылмандар бір-бірімізбен ассаламу алейкум деп амандасамыз, сәлемдесеміз. Жалпы бұл сәлемдесу арабтан келген жоқ. Арабтар да өз араларында қайырлы таң, қалайсың деген сияқты қылып сәлемдесетін ислам діні келерден алдын. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ислам діні келгеннен кейін жәннат иелерінің жәннаттағы бір-бірімен сәлемдесулері болған ассаламу алейкум деген сәлемдесуді біздерге үйретті. Ал сөздерінің соңы болса, тілектерінің соңы болса, Алла тағалаға мадақ, алғыс айту дейді. Альхамдулиллахи раббил аламин деген сөз, ғалымдарымыз ла илаха иллаллах деген сөзден де сауабы мол дейді. Альхамдулиллахи раббил аламин деген сөздің сауабы ла илаха иллаллах деген сөзден де мол дейді. Неге? Өйткені ла илаха иллаллах сөзінде Алла тағаланы бір деп тану мағынасы жатса, альхамдулиллахи раббил аламин деген сөзде Алла тағаланы бір деп тану әрі Алла тағалаға мадақ айту сөзі жатыр дейді. Сондықтан да біздер әр күні намазымызда, әр бір ракағатымызда сәми Аллаху лиман хамида, кімде-кім Алла тағалаға мадақ айтатын болса, Алла тағала оны сөзсіз естиді деймізді. Анық естиді, күмәнсіз естиді деймізді. Сол үшін осы үш сөзді осы дүниеде өмірімізге кіргізуге тырысайық. Хада валлаху а'лам, ва саллаллаху аля набийина Мухаммад.